Қайырлы күн. Бүгін менің YouTube арнамда сіздермен кездесіп отқаныма қуаныштымын. Банан в шоколаде әзірлейміз. Ол тура осы видеодағындай болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге банан, шоколад, кондитерлік посыпкалар, менде кокосовый стружки мен печенье үгіндісі. Ал кеттік. Ең алдымен бананды ашып аламыз. 4-ке немесе 3-ке бөлеміз. Мен 3-ке бөлдім. 4 бананнан 12 банан шығады. Міне. Ал енді арнайы кондитерлік дүкендерде сатылатын осындай балмұздаққа арналған шпажкаларды бананға орналастырамыз. Бір қалыпты, бір салғаннан осылай тігінен әдемі қылып салу керек, себебі банан 2-ге жарылып құлап кетеді. Барлығына орналастырып аламыз. Дайын болған шпажка орналастырылған банандарды морозильникке 20-25 минутқа салып қоямыз. Бұл міндетті түрде. Енді келесі кезекте біз бананды матыратын шоколадтарды дайындаймыз. Ол үшін водяной баняға осылай стакан мен шоколадты орналастырамыз. Күтеміз. Содан кейін шоколад еріп бастағанда араластырамыз. Менде бұл жерде 1,5 шоколад кетті. Мен көбінесе Қазақстан шоколадын қолданамын. Рахаттың өте жақсы. Және де бұл өте қою болады. 3-4 қасық сұйық май қосасыздар. Егер қою болып жатса, тағы да сұйық май қосу артық етпейді. Міне осындай қоймалжың болды. Тағы да сұйық май қосса болады деп ойлаймын. Ал енді осы стаканды таңдап алған кезде бананның бойына қараңыздар. Банан толық осы шоколадқа түсетіндей. Міне тура видеодағындай жасаймыз. Банан морозильниктен шыққандықтан шоколадты тез қатырады. Жетпей қалған жерлеріне осылай көмектесіп жібереміз. Маған шоколад бананды толық жауып тұрған ұнайды. Дайын болды. Осылай қоя береміз. Міне көріп тұрғандарыңыздай барлық бананды тура видеодағындай жасаймыз. Бананның шпажка орналастырылған жағы шоколадқа матырылмаса, ол өз еріктеріңіз, олай да болады. Бірақ мен түгел шоколадпен қаптағанды ұнатамын. Сонымен қатар стакандағы шоколадқа бананды малып алғаннан кейін стаканның үстінде кішкене ұстап тұрыңыздар, артығы өзі ағып түседі. Содан кейін әсемдейміз. Менде бұл жерде үгітілген печенье қоқымдары және кокосовые стружки. Әртүрлі кондитерлік посыпкалар қолдансаңыздар болады. Орехтер қолдансаңыздар болады. Дайын орехті оқтаумен үгітіп алуға да болады. Бұл енді өз фантазияларыңызға байланысты. Сонымен қатар кондитерлік мешочек арқылы осындай шоколадпен геометриялық ою-өрнек, сызықтар жасап шықсаңыздар да бананға әдемі түр береді. Дастарханға қойғанда да осындай түрлі-түрлі әсемделген банан әдемі көрінеді. Ал енді дайын болғаннан кейін холодильникке қоямыз. Тез ақ дайын болады. Өйткені біз морозильникте тұрған бананға шоколад қаптадық. Ол тез ақ қатады. Банан дайын болды. Жеп көріңіздер, жасап көріңіздер. Қонақ келгенде десерт ретінде де ұсынуға болады.